Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесінің идеялық құндылығын бағалау. Сабағымызға берілген оқу мақсаты шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Ұлттық рух ұлы адамның және тұтастай алғанда ұлттың да асыл қасиеті. Ұлттық мақтаныш ұлт ішіндегі жеке адам үшін мызғымас әрі қасиетті заң. Бауыржан Момышұлы. Тапсырма: мақаланы мұқият оқып, Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасының көркемдік құндылығын анықтаңыз. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасы халқымыздың 20 ғасырдың басындағы этнографиялық энциклопедиясы іспетті, аса құнды қазақ руханиятының қазынасы. Салт-сана, дәстүр, ұлттық келбеті өте шынайы суреттеледі. «Ұшқан ұяда» автор әлем тарихы, жаратылыс шежіресі, жан-жануарлар болмысы, қауымның қалыптасуы, әлемнің пайда болуы, тірлік, өмір туралы алғашқы мағлұматтарды, азаматтық тұрғыдағы аңыз әңгімелерді әжесінен естігенін үлкен сүйіспеншілік сезімімен есіне алған. Сондай-ақ ненің жақсы, ненің жаман екенін, нені сүйіп, неден аулақ жүруді әжесінен үйренгенін мақтан етеді. Әкесі Момыш өз бетімен сауат ашқан, сол кездегі көзі қарақты адамдардың бірі болған. Ел арасында алғаш ұстаса және етікші зергерлігімен танымал болатын. Бауыржан 3 жасқа келген соң анасы Рәзия қайтыс болады да, әжесі Құстумастың қолында өседі. «Ұшқан ұя» тағылымы терең, құнды шығарма. Тапсырма: кестені толтырыңыз. Шығармадағы көркемдік құндылық менің пікірім. Шығармадағы көркемдік құндылықты анықтау үшін ұлттық өнеге негізінің дәріптелуі шығармада қалай бейнелейді? Аңыз әңгімелер, ертегілер, мақал-мәтелдердің қолданылуы шығармада қалай көрінеді? Тарихи шындық пен тарихи оқиғалардың суреттелуі шығармада қалай баяндалады? Осы сұрақтарға жауап іздей отырып, кестенің 2 бетін толтырамыз. Өзіңді тексер. Шығармадағы көркемдік құндылық. Ұлттық өнеге негізінің дәріптелуі. Жазушының ұлттық салт-дәстүрімізді суреткер көзімен көріп, соны сақтауға деген көзқарасы байқалады. Әдет-ғұрыптарымыздың ұмытылған түрлерінің мән-маңызы ашылады және ұлт ретінде сақталуымызға әсері көрсетіледі. Аңыз әңгімелер, ертегілер, мақал-мәтелдердің қолданылуы. Повестте автордың бала көкейіне тез сіңетін аңыз әңгімелер, ертегілер, мақал-мәтелдерді молынан қолдануы адами құндылықтың ұялауына ерекше мән беруінде деп ойлаймын. Өйткені өзі айтқандай, оны білмеген адам рухани мүгедек. Тарихи шындық пен тарихи оқиғалардың суреттелуі. Автор шынайы өмір көріністерін суреттеп отырып, кейіпкерлерді де өз айналасынан таңдаған. Мұнда ойдан шығарылған оқиғалар да, образдар да жоқ, сондықтан шығарма өте әсерлі шыққан. Кері байланыс тапсырмасы: әдеби талдау эссе жазыңыз. Эссе тақырыбы Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасындағы құндылықтарды гуманизм тұрғысынан талдап жазыңыз. Сөз саны 60-70. Есте сақтаңыз: құндылық қандай да бір нәрсенің мәнділігі, маңыздылығы. Гуманизм – адамгершілік, адамға деген сүйіспеншілік идеясын бейнелейтін көзқарас. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.